Қазақстан көп ұлтты мемлекет. 140-қа жуық ұлт пен ұлыстар бейбітшілік пен татулықта өмір сүріп жатыр. Бұл біздің мемлекеттің басты жетістігі десек те қателеспейміз. Ұлтаралық және конфессияаралық келісім, сыйластық пен түсіністікте болу сырттан қарағанда оңай болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл сан ғасырлық тарихи толеранттылық нәтижесі. Хижреттің 9-шы жылы деп айттық, делегация жылы деп аталған. Яғни біздің григориан есеппен алатын болсақ, 630 жылдары ғой. Бұл кезде сіз дұрыс айттыңыз, басқа жаңа тайпалардан келген кісілер, олар енді мүшіріктер болған, кейін исламды қабылдағандар ғой. Одан бөлек наджрандық христиандар да келген, сұрағыңыз өте орынды. 20 кісіден тұратын делегация келеді наджран тайпасынан. Сөйтіп мешітке келген кезде Мәдинаға біз екінті намазы дейміз, сол уақыт кіріп қалады және олардың да құлшылық уақыттары кіреді. Сөйтіп мешітке кіріп құлшылығын жасап жатқанда сахабалар қалай бұлар жасайды, біз намаз оқиын деп отқан кезде бұлар бүйтіп жасаған қалай, қабыл бола ма болмай ма деген кезде пайғамбар не дейді, жасай берсін дейді. Яғни бір мекенде мұсылмандар батысқа қарап намаз оқып жатса, христиандар өздерінің жағына қарап өздерінің құлшылықтарын жасап жатты. Енді қазіргі кезде де мысалы біз өзіміз көп этносты, көп дін ұстанатын осындай полиэтносты қоғамбыз ғой. Шынымен де қарап отырсақ, мына жерде мысалы орыстар тұратын болса, мына жерде немістер тұрып жатады, мына жақта гректер тұрып жатады. Ешқашан біздің қоғамда дінаралық кикілжің болған емес. Мәселен, Жамбыл облысында діні мен ділі басқа этностарының балалары бір мектепте білім алады. Мәселен, өңірде 127 аралас білім ошақтары бар. Оның 32-сі Тараз қаласында орналасқан. Тараз қаласының тұрғыны Александр Карповтың балалары да дәл осындай білім ортасында оқиды. Ну, они учатся другими национальностями. Я не против, если свою там религию свою оно не будет впихивать, толкивать так же это. Они учатся все на равных. Нет такого там опять. Ну, вроде сейчас в школе ущемляют, там кто хиджаб носит, вот за это ущемляют. А так все на равных тоже. Я не против, мне лишь бы они общались, нашли общий язык с этим. У нас сейчас в городе нет такого там. Большая часть, я вот смотрю тоже, казахской национальности, русской национальности, они женятся. В этом ничего, по-моему, такого нету. Наоборот, я думаю. Жалпы елдегі этникааралық мүдделерді тоғыстыратын құрылым Қазақстан Халық Ассамблеясы туралы айтпай кетуге болмас. Ол 34 жылдан бері небір аумалы төкпелі заманнан өткен мемлекетіміздің бірлік пен тұрақтылық кепіл іспеттес. Соның арқасында қазақ халқы бауырына басқан өзге этнос өкілдерімен тату-тәтті өмір сүріп келеді. Қандай діни конфессия болсын, осы толеранттық көзқараспен қарайды. Христиан діні, иудаизм және ислам діні олар Авраамова религия. Авраам деген қазақта Ибрахим пайғамбар дейді. Сол Ибрахим пайғамбардың ұрпақтары былайша айтқанда осы жалпы пайғамбар болып келген, яғни Иса пайғамбар жалпы еврей ұлтының өкілі болған. Осы еврейлер мен арабтар, семиттер дейді. Семиттер Авраамның ұрпақтары деп санайды өздерінің нелері бойынша, сенімдері бойынша, түсініктері бойынша. Енді жалпы негізгі канондары, негізгі қағидалары, яғни Құдайға сенім деген сияқты, иман негіздері дейді ғой исламда. Иман негіздері негізінде асылында бірдей. Бірақ енді уақыт өте келе енді адамдардың белгілі бір өздерінің мүддесін қорғау деген сияқты сондай мәселелер болғанда енді өзгертуі мүмкін, бірақ негізінде асылында сол иман негіздер бірдей. Вот. Что касается других религий, то, конечно, мы относимся с уважением, да, не только к религии другого человека, да, но и вообще к любому человеку. Это заповедь Божия — любить ближних наших. Поэтому, да, если такая возможность есть, мы относимся с уважением к любому человеку, несмотря на его взгляды в этой жизни, на его вероисповедание, пожалуйста, это его личное. Так что, как бы, церковь в этом плане, она живет так, чтобы сохранить мир на земле. Пока эти люди, может, не становятся, может, врагами церкви. Да, так вот, поэтому уважение мы
Дүнгендер, өзбектер, кәрістер, күрттер мен әзірбайжандар, татарлар, қырғыздар, немістер мен украиндер, ұйғырлар, шешендер, гректер, белорустар және тәжіктер. Бұл бір ғана Жамбыл облысында өмір сүретін өзге этнос өкілдері. Олардың басым бөлігін мұсылмандар мен христиандар құрайды және басқа 5000-нан астам ұлыстар тұрады. Олардың арасында осы уақыт аралығында діні мен өмір сүру салтына қатысты ұлтаралық шиеленіс болған емес. Олардың басты ұстанымы татулықта болу.